Сәлеметсіздер ме? Сіздермен iPlus республикалық білім беру орталығы және математика тренері Жамбыл. Сабақты басында спорттың алдыңғы сабақтың бақылау жұмысынан бір есептерді талдап өтейік. Үшінші есеп. Бізде x және y санының екеуісін, яғни ең кіші ортақ еселігін табуымыз керек. Бұл жерде бізде x және y сандары жай көбейтіштерге жіктеліп тұр. Онда бірден ең кіші ортақ еселігін таба аламыз. Бірінші, барлық қандай көбейткіштердің түрлері бар, жазып шығайын. Бізде 2 бар, 3 бар, 5 бар және 11 бар. Енді қайсында көп, сол бойынша дәрежелерін қойып шығамын. 2 бізде x-те көп, 1 рет қана. Онда 2-ның 1 дәрежесі. 3 бізде екеуінде де 1-1-ден ғана. Онда 3-дің 1 дәрежесі. 5 бізде y-те көп, 1 рет қана. Онда 5-дің 1 дәрежесі. Және 11 бізде x-те көп, 2 дәреже. Яғни 11-дің 2 дәрежесі. Енді осылардың көбейтіндісін есептейміз. Бізде 3630 шығады. Келесі 6-шы есеп. Бізде 46 және 69 сандарының ең кіші ортақ еселігін және ең үлкен ортақ бөлгішін табуымыз керек. Бірінші ол сандарды жай көбейтіштерге жіктеп алайын. 46-ны жіктейтін болсам, 46 2-ке бөлінеді 23. 23 бізде жай сан, яғни 23-ке бөлеміз. Сонда 1 қалады. Келесі 69-ды жіктейік. 69 бізде 3-ке бөлеміз. 23 болады. 23 жай сан, яғни өзіне бөлеміз. Сонда 1 қалады. Енді ең кіші ортақ еселігі мен ең үлкен ортақ бөлгішін табайын. Ең кіші ортақ еселігін табатын болсақ, қандай көбейткіштердің түрлері бар, соның барлығын жазып шығамыз. Бізде 2 бар, 3 бар және 23 бар. Енді қай жерде дәрежесі көп, сол бойынша аламыз. Бізде 2 1 дәреже ғана, 1 рет қана бар. 3-те бізде 1 рет қана 1 дәреже, және 23 әрқайсына 1-1-ден ғана, ол да 1 дәреже. Онда осылардың көбейтіндісін есептейік. 138 шығады. Келесі ең үлкен ортақ бөлгішін анықтайық. Бұл жерде ең үлкен ортақ бөлгішін анықтау үшін біз екеуіне де ортақ болатын көбейткіштерді теріп жазамыз. Екеуіне де ортақ болатын бізде 23 қана бар. Сонда бізде ең үлкен ортақ бөлгіші 23. Келесі 9-шы есеп. Бізде екі санның қосындысы 60-қа тең, ал ол екі санның ең кіші ортақ еселігі 224. Осы сандарды табуымыз керек. Ондай болса бізде екі санның ең кіші ортақ еселігі 224 болғандықтан 224 осы сандардың әрқайсысына бөліне алатын болу керек. Асын тексерейік. Бізде 25 пен 35-тің қосындысы 60-ты береді, ал енді 224 25 пен 35-ке бөліне ме? Бізде 224 бұл сандарға бөлінбейді. Ондай болса, А жауабы болмайды. Келесі Б жауабы. Бізде 19 мен 41-дің қосындысы 60-ты береді. 224 бірақ 19-ға бөлінбейді. Ондай болса, Б жауабы болмайды. Келесі С жауабы. Бізде 14 пен 46-ның қосындысы 60-ты береді. Егер бізде 224-ті 14-ке бөлетін болсақ, бөлінеді, бірақ та 224 46-ға бөлінбейді. Яғни С жауабы да бізде болмайды. Келесі қалғаны бізде Д жауабы. Яғни 28 мен 32-ның қосындысы 60-ты береді, және 224 28-ге де 32-ге де бөлінеді. Бізде 28 мен 32-ның қосындысы 60-ты береді, және 224 28-ге де 32-ге де бөлінеді. Ондай болса, бұл жердегі дұрыс жауап Д жауабы. Келесі 10-шы есеп. Алмас радиотехникалық үйірмеде әрбір 6-шы күн болып отырады, және де Дастан әрбір 4-ші күн сайын барады. Бүгін олар үйірмеде болды. Ондай болса, неше күннен кейін олар үйірмеде қайтадан болады. Бізде екеуі де қатарынан үйірмеде болатын күнді анықтауымыз керек. Алмас бізде 6-шы күні, одан кейін тағы 6 күн өтеді, яғни 12-ші күні, одан кейін 18, одан кейін 24. 6-ға бөлінетін күндері болады. Ал бізде Дастан 4-ші күні, 8-ші күні, 12-ші күні, 16-ші күні дәл солай жалғаса береді. Яғни 4-ке бөлінетін күндері болады. Сонда бізде 6-ға да 4-ке де бөлінетін санды анықтау үшін екеуінің ең кіші ортақ еселігін табамыз. Яғни 6-ны жіктейік. 6 бізде 2-ке бөлінеді, 3 қалады. 3 бізде жай сан 3-ке бөлінеді, 1 қалады. 4-ті жіктейтін болсам, 4 бізде 2-ке бөлінеді, 2 қалады, және 2-ні 2-ке бөлеміз, 1 қалады. Енді бұл жерде екі ойысын табайық. Яғни барлық көбейткіштердің түрлерін жазам. Менде 2 бар және 3 бар. Енді бұл жерде қайсысында көп, сол бойынша дәрежесін қоямыз. 2 бізде 4-тікінде көп 2 рет, онда 2-ның 2 дәрежесі. Және 3 бізде 6-да ғана бар 1 рет. 3-тің 1 дәрежесі.
Енді көбейтіндіні есептейтін болсақ, 2-ның 2 дәрежесі 4, 3-ке көбейтеміз 12. Ондай болса бізде Алмас және Дастан екеуі келесі бірге болатын үйірменің күні ол 12 күннен кейін. Ал енді үй жұмысының бірінші есептерін талдап өтейік. Екінші есеп, бізде x және y сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табуымыз керек. Бізде бұл жерде x және y сандарының жай көбеткіштерге жіктелгені беріліп тұр, онда бірден табуымызға болады. Ең үлкен ортақ бөлгішін табу үшін ортақ көбеткіштерін алатын боламыз. Бұл жерде екеуіне де ортақ көбеткіш тек қана 23. Келесі, екіншісінде алайық. Бұл жерден ортақ көбеткіштерін алатын болсақ, 2 бар. Басқа бізде бұл жерде ортақ көбеткіш жоқ. Яғни бұл жердегі ең үлкен ортақ бөлгіші бізде 2 болып қалады. Келесі 8-ші есеп. Бұл жерде бізде 20 мен 45-ің 2 ойысын табу керек. Және де 25 мен 40-ың 2 ойысын тауып, оларды өзара салыстыруымыз керек. Бірінші 20 мен 45-ін табайық. Онда әрқайсысын жай көбеткіштерге жіктейміз. 20-ны 2-ке бөлемін, 10 қалады. 10-ды 2-ке бөлеміз, 5 қалады. Және 5-ті 5-ке бөлеміз, 1 қалады. Келесі 45-ті жіктейік. 45 біз 2-ке бөлінбейді, 3-ке бөлсек болады. 3-ке бөлсек 15 қалады. 15 тағы да 3-ке бөлеміз, 5 қалады. 5-ті 5-ке бөлеміз, 1 қалады. Енді осы екі санның ең кіші ортақ есебін табайық. Яғни қандай көбеткіштің түрі бар, соның барлығын жазып шығамын. 2 бар, 3 бар және 5 бар. Енді қайсысында көп, сол бойынша дәрежелерін қоямын. 2 бізде 20-ның ішінде көп 2 рет, онда 2-ның 2 дәрежесі. 3 бізде 45-ның ішінде көп 2 рет, 3-дің 2 дәрежесі. Және де 5 бізде әрқайсысына 1-1-ден, яғни 5-дің 1 дәрежесі. Енді көбейтіндіні есептейміз. 2-ның 2 дәрежесі 4, 3-дің 2 дәрежесі бізде 9. 4 9-ға өтеміз 36, 36-ны тағы да 5-ке өтеміз 180. Келесі 25 пен 40-тікін табайық. Оларды жай көбеткіштерге жіктейміз. 25 жіктейтін болсақ, 5-ке бөлінеді, 5 қалады. Және 5-ті 5-ке бөлеміз, 1 қалады. 40-ты жіктеймін. 40-ты 2-ке бөлсек болады, 20 қалады. 20-ны тағы да 2-ке бөлсем болады, 10 қалады. 10-ды тағы 2-ке бөлсек болады, 5 қалады. Және 5-ті 5-ке бөлеміз, 1 қалады. Енді 2 ойысын жазайық. Сонда яғни қандай көбеткіштің түрі бар, соның барлығын жазамын. Бұл жерде 2 бар және 5 бар. Енді қайсысында қайсысы көп, сол бойынша дәрежелерін қоямыз. 2 бізде 40-ның ішінде көп 3 рет бар. Онда 2-ның 3 дәрежесі. Және де 5 25-ның ішінде 2 рет бар. 5-дің 2 дәрежесі. 2-ның 3 дәрежесі бізде 8-і береді, 5-дің 2 дәрежесі 25-і береді. Сонда 25-ті 8-ге өтеміз, яғни 200 шығады. Сонда бұл жерде бізде 25 пен 40-тың 2 ойысы үлкенірек екен. Келесі 10-ші есеп. Әкесінің бір қадамының ұзындығы 90 см, ал анасынікі 80 см. Егер олар бір нүктеден шыққан болса, қандай қашықтықта олар іздері беттесетін болады. Қараңыздар, бізде әкесінің іздері қандай қашықтықтарда орналасады? Бірінші 90 см орналасады, одан кейін 180, одан кейін 270, яғни 90-ға бөлінетін сантиметр қашықтықта орналасатын болады. Анасыныкы де дәл солай, яғни 80, 160, одан кейін 220, дәл солай ары қарай жалғаса береді. Енді қараңыздар, бұл жерде бізде екеуінің де беттескен жері, екеуінің де бірдей қашықтықта орналасатын іздерін табуымыз керек. Ондай болса, ол қашықтық бізде 90-ға да 80-ге де бөлінетіндей болу керек. Яғни 90 мен 80-нің ең кіші ортақ есебін табатын боламыз. Онда бірінші жіктеп олайын. 90-ды жіктейтін болсам, 2-ке бөлінеді 45, 45-ті 3-ке бөлсек болады, 15, 15 тағы 3-ке бөлсек болады, 5, және 5-ті 5-ке бөлеміз, 1 қалады. Келесі 80-ді жіктейін. 80 бізде 2-ке бөлінеді 40, 40-ты тағы 2-ке бөлсем болады 20, 20-ны тағы 2-ке бөлсем болады 10, 10-ды тағы 2-ке бөлеміз, 5, және 5-ті 5-ке бөлеміз, 1 қалады. Сонда 2 ойысын табатын болсақ, көбеткіштердің түрлерін жазып шығайын. Бізде 2 бар, 3 бар және 5 бар. Енді дәрежелерін қойып шығайық. Бізде 2 80-ның ішінде көп 4 рет бар. Онда 2-ның 4 дәрежесі.
және 3 бізде 90-ның ішінде көп 2 рет бар 3-тің 2 дәрежесі. Және 5 әрқайсысына 1-1-ден, яғни 5-тің 1 дәрежесі. Енді осылардың көбейтіндісін анықтаймыз. Сонда 2-ның 4 дәрежесі 16, көбейтілген 3-тің 2 дәрежесі 9 және көбейтілген 5. Сонда көбейтіндіні есептейтін болсақ 720 болады. Бізде 720 сантиметрден кейін анасы мен әкесінің іздері беттесетін болады. Келесі 14-ші есеп. Бір станциядан бір уақытта 2 пойыз шықты. Және бірінші пойыз барып қайту үшін 48 сағат кетеді, ал екінші пойызға бізде 70 сағат кетеді. Сонда қанша уақыттан кейін олар осы станцияда қайтадан кездеседі. Енді қараңыз, бұл жерде бізде бірінші пойыз барып қайту үшін 48 сағат, екінші рет қайтадан барып қайту үшін тағы да 48 қосылады, 96 сағат. Дәл солай бізде жалғаса береді. Яғни барып қайтқан уақыттардың барлығы бізде 48-ге бөлінетіндей болады. Тура сол сияқты екінші пойыздікі де бізде 70-ге бөлінетіндей болу керек. Сонда бізде 70-ге де және 48-ге де бөлінетіндей санды табу үшін 70 пен 48-дің екі ойысын табамыз. Яғни әрқайсысын бірінші жіктеп алайық. 70-ті жіктейін. 70 бізде 2-ге бөлінеді. 35. 35-ті 5-ге бөлсек болады. 7 қалады. Және 7-ні 7-ге бөлеміз. 1 қалады. Келесі 48-ді жіктейін. 48 2-ге бөлінеді. 24. 24 тағы 2-ге бөлсек болады. 12. 12-ні тағы 2-ге бөлсем болады. 6. 6-ны тағы да 2-ге бөлеміз. 3 қалады. Ал 3 3-ге бөлінеді. 1 қалады. Енді екі ойысын табайық. Бізде қандай көбейткіштердің түрлері бар? Бізде 2 бар, 3 бар, 5 бар және 7 бар. Енді дәрежелерін қойын. Бізде 2 48-ның ішінде көп 4 рет бар. Сонда 2-ның 4 дәрежесі. 3 бізде 48-де ғана бар 1 рет. 3-тің 1 дәрежесі. Сонда бізде 5 70-ның ішінде бар, яғни 1 рет қана 5-тің 1 дәрежесі. Және де 7 де бізде 70-ның ішінде бар 1 рет қана 7-ның 1 дәрежесі. Осылардың көбейтіндісін есептейік. Бізде 2-ның 4 дәрежесі 16, көбейтілген 3, көбейтілген 5, көбейтілген 7. Егер көбейтіндіні есептейтін болсақ, 1680 шығады. Сонда бұл жерде бізде 1680 сағаттан кейін 2 пойыз қайтадан осы станцияда кездесетін болады. Бүгінгі сабақта біз ең кіші ортақ еселік және ең үлкен ортақ бөлгіш тақырыбын ары қарай жалғастыратын боламыз. Қазір бірнеше мысалдарды қарастырып өтейік. Бірінші есеп. Бізде x, y және z сандарының ең үлкен ортақ бөлгіштерін табуымыз керек. Бұл жерде x, y, z сандары жай көбейтіштерге жіктеліп тұр. Онда бірден табайық. Яғни бізде 3 санға да ортақ болатын көбейткішті іздейміз. Бізде үшеуіне де ортақ болып тұрған бұл жерде, яғни үшеуіне де 7 бар. Бір рет 7-ні жазамын. Басқа бұл жерде бізде үшеуіне де ортақ болатын көбейткіш жоқ. Онда бұл жерде ең үлкен ортақ бөлгіш бізде 7. Келесісінде үшеуіне де ортақ болатын көбейткіш бізде 11 бар. 11-ді жазайын. Басқа бізде үшеуіне де ортақ болатын көбейткіш жоқ. Яғни бұл жердегі біздегі үшеуінің ең үлкен ортақ бөлгіші 11 болады. Келесі екінші есеп. Бұл жерде яғни x, y және z сандарының ең кіші ортақ еселігін табуымыз керек. Бұл жерде де бізде жай көбейтіштерге жіктеліп дайын тұр. Онда бірден табайық. Қандай көбейткіштің түрлері бар? Соның барлығын жазып шығайын. Бізде 2 бар, 3 бар және 5 бар. Енді дәрежелерін қоямыз. Қайсысына көп, сол бойынша қоямыз. Бізде 2 x-те көп 3, онда 3 дәрежені қоямыз. 3 бізде z-те көп 1 рет қана 3-тің 1 дәрежесі. Және 5 бізде y-те көп 5-тің 2 дәрежесі. Егер көбейтіндісін есептейтін болсақ, бізде 600 шығады. Сонда бұл жерде x, y және z сандарының ең кіші ортақ еселігі 600. Келесі екіншісін есептейік. Көбейткіштердің түрлерін жазып шығам. Бұл жерде бізде 3 бар, 5 бар және 7 бар. Енді дәрежелерін қойық. Бізде 3 x-те көп 3-тің 3 дәрежесі. 5 бізде, яғни y-те және z-те бар, бір-бірден ғана. Онда 5-тің 1 дәрежесі. Және 7 бізде x пен z-те бар, олар да бір-бірден. Яғни 7-нің 1 дәрежесі. Енді осы көбейтіндіні есептейміз. 945 шығады.
Бұл жердегі 3 санның бізде ең кіші ортақ еселігі 945. Келесі үшінші есеп. Мына сандардың бізде екі ұясы мен е обысын табуымыз керек. Бірінші А тапсырмасын орындайық. Бізде 15, 25 және 35 сандарының екі ұясын және е обысын табайық. Онда 3 санды бірінші жіктеп аламын. 15 бізде 3-ке бөлінеді. 5 қалады. 5-ті 5-ке бөлеміз. 1 қалады. Келесі 25-ті жіктеймін. 25 бізде 5-ке бөлінеді. 5 қалады. Және 5-ті 5-ке бөлеміз. 1 қалады. Келесі 35-ті жіктейік. 35-ті 5-ке бөлеміз. 7 қалады. 7-ті 7-ге бөлеміз. 1 қалады. Енді екі ұясы мен е обысын табайық. Екі ұясын табу үшін қандай түрлі көбейткіштер бар, соның барлығын жазып шығамыз. Бізде 3 бар, 5 бар және 7 бар. Енді дәрежелерін қойып, қайсысына көп, сол бойынша қоямын. 3 бізде 15-те көп 1 рет қана 3-тің 1 дәрежесі, 5 бізде 25-те көп 2 рет, онда 5-тің 2 дәрежесі, және 7 35-те көп 1 рет қана 7-тің 1 дәрежесі. Енді көбейтіндіні есептейміз. 525 шығады. Енді ең үлкен ортақ бөлгішін табайын. Бізде 3 санға да ортақ болатын көбейткіштерді теріп жазамыз. Үшеуінде бізде 5 бар. Бірінші 5-ті аламын. Екінші рет 5-ті алмаймыз. Бізде қалғандарында 5 қалмай қалады. Бізде басқа ортақ көбейткіш жоқ. Сонда бұл жердегі ең үлкен ортақ бөлгіші бізде 5 болады. Келесі В тапсырмасын орындайық. Бұл жерде әрбір сандарды жай көбейткіштерге жіктеп шығамын. 18-ді жіктейін. 18 бізде 2-ке бөлінеді. 9 қалады. 9-ды 3-ке бөлсек болады. 3 қалады. Және 3-ті 3-ке бөлеміз. 1 қалады. Келесі 27-ні жіктейін. 27-ні 3-ке бөлсем болады. 9 қалады. 9-ды 3-ке бөлеміз. 3. 3-ті 3-ке бөлеміз. 1. Келесі 30-ды жіктейін. 30-ды 2-ке бөлсек болады. 15 қалады. 15-ті 3-ке бөлеміз. 5 қалады. 5-ті 5-ке бөлеміз. 1 қалады. Енді екі ұясы мен е обысын табайын. Екі ұясын табатын болсақ, қандай көбейткіштердің түрлері бар? Соның барлығын жазып шығамын. Бұл жерде бізде 2 бар, 3 бар және 5 бар. Енді дәрежелерін қойып шығайық, қайсысына көп, сол бойынша қоямыз. 2 бізде 18 бен 30 бар, бір-бірден. Онда 2-нің 1 дәрежесі. 3 бізде 27-те көп, яғни 3 рет бар. Онда 3-тің 3 дәрежесі. Және де 5 бізде 30-да ғана бар, 1 рет. Онда 5-тің 1 дәрежесі. Енді осылардың көбейтіндісін есептейік. 270 шығады. Келесі ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. Бізде үшеуіне де ортақ болатын көбейткіштерді теріп жазамыз. Бізде үшеуіне де 3 бар. Бір рет 3-ті жазамын. Екінші рет 3-ті дөңгелектей алмаймыз, себебі 18 бен 27-тен табылады, бірақ 30-дан екінші рет 3 табылмайды. Ондай болса бізде басқа ортақ көбейткіш жоқ. Бұл жердегі 3 санның ең үлкен ортақ бөлгіші 3 болып қалады. Келесі 4-ші есеп. Бізде сөреде кітаптар бар. Олардың саны 100-ге жетпейді. Және оларды 3-тен, 4-тен және 5-тен орналастырса болады. Сонда барлығы неше кітап бар? Және қараңыз, бізде сонда 3-ке де, 4-ке де, 5-ке де бөлінетін санды іздеуіміз керек. Яғни 100-ге жетпейтін сандарды жазып шығайық. Сонда бізде 3, 4 және 5-тің екі ұясын табайық. Бұл сандар өзара жайсан болғандықтан көбейтіндісін аламыз. Яғни 3 көбейтілген 4 көбейтілген 5. Яғни 60 шығады. Сонда бізде 60 3-ке, 4-ке және 5-ке бөлінетін сан. Яғни барлығы бізде 60 кітап бар. Бізде тағы да ары қарай 120 кітап деп айтсақ болады. Мысалы 120 3-ке, 4-ке, 5-ке бөлінеді. Бірақ ол 100-ден асып кетеді. Бұл жердегі жауап бізде 60 болады. Ал енді видеоны паузаға қойып, келесі есептерді өз беттеріңізден шығарып көріңіздер. Бірінші есеп. Бізде x, y және z сандарының ең үлкен ортақ бөлгіштерін табуымыз керек. Бізде бұл жерде жай көбейткіштерге жіктеліп тұр, бірден таба аламыз. Үшеуіне де ортақ болатын көбейткішті іздейік. Бұл жерде үшеуіне де 7 бар. 7-ні жазамын. Басқа бізде ортақ көбейткіш жоқ. Бұл жерде ең үлкен ортақ бөлгіш 7. Келесінен табайық. Бұл жерде ортақ көбейткіш үшеуінде де 13 бар. Басқа бізде ортақ көбейткіш жоқ. Бұл жерде ең үлкен ортақ бөлгіш 13. Келесі екіншісі. Бұл жерде x, y және z сандарының ең кіші ортақ еселігін табуымыз керек. Бұл жерде де бізде жай көбейткіштерге жіктеліп тұр, бірден таба аламыз.
Бізде қандай көбейткіштер бар? Солар жазып шығайық. Бізде 2 бар, 5 бар және 7 бар. Енді дәрежелерін қоямыз. Қайсында көп, сол бойынша қоямыз. 2 бізде y пен z-та бар, бір-бірден ғана. 2-нің бір дәрежесі. Және 5 бізде x-те және z-те көп. 2 дәрежеден, онда 5-тің 2 дәрежесі. Және 7 бізде y пен x-те бар, бір-бірден. 7-нің бір дәрежесі. Енді осылардың көбейтіндісін есептейік. 5-тің 2 дәрежесі 25, 2 көбейтеміз 50, 50 7 көбейтеміз 350. Бұл жердегі 3 санның ең кіші ортақ еселігі 350. Келесі тапсырмасын орындайық. Көбейткіштің түрлерін жазатын болсақ, бізде 3 пен 5. Енді қайсысына көп, сол бойынша жазамыз. 3 бізде x-те көп, 3 рет. 3-тің 3 дәрежесі. Және 5 бізде y пен z-те көп, 2 дәрежеден. 5-тің 2 дәрежесі. Енді көбейтінділерін есептейміз. Бізде 3-тің 3 дәрежесі 27. Және көбейтеміз 5-тің 2 дәрежесі 25. Сонда бізде 27 мен 25-тің көбейтіндісі 675 береді. Бұл жердегі 3 санның ең кіші ортақ еселігі 675 екен. Келесі үшінші есеп. Мына сандардың бізде екі өйісі мен үй өбісін табуымыз керек. А тапсырмасында 45, 60 және 90. Жай көштерге жіктейік. 45 бізде 3-ке бөлінеді. 15, 15 тағы 3-ке бөлсек болады. 5 және 5-те 5-ке бөлеміз. 1 қалады. Келесі 60-ты жіктейін. 60 2-ке бөлсек болады. 30 қалады. 30-ды тағы 2-ке бөлсек болады. 15, 15-ті 3-ке бөлеміз. 5, 5-ті 5-ке бөлеміз. 1 қалады. Келесі 90-ды жіктейін. 90 бізде 2-ке бөлсек болады. 45. 45-ті 3-ке бөлсек болады. 15 қалады. Және 15-ті 3-ке бөлеміз. 5 қалады. 5-ті 5-ке бөлеміз. 1 қалады. Енді екі өйесі мен үй өбісін табамыз. Екі өйесін табатын болсақ, қандай көбейткіштердің түрлері бар? Бізде 2 бар, 3 бар және 5 бар. Енді қайсында көп? Сол бойынша дәрежесін алайын. 2 бізде 60-та көп, 2 рет, 2-нің 2 дәрежесі. 3 бізде 90-да көп, 2 рет, 3-тің 2 дәрежесі. Және де 5 бізде әрқайсына бір-бірден, 5-тің 1 дәрежесі. Енді көбейтінділерді есептейік, 180 шығады. Бізде 45, 60 және 90 сандарының ең кіші ортақ еселігі 180. Енді ең үлкен ортақ бөлгішін табайық. Яғни үшеуіне де ортақ болатын көбейткіштерді жазып шығамыз. Бұл жерде үшеуіне де ортақ бізде 3 бар. 3 аламын бір рет, және де 5 салсақ болады. Бізде басқа ортақ көбейткіш жоқ. Сонда бұл жерде осылардың көбейтіндісі 15-ті береді. 45, 60 және 90 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші 15 екен. Келесі В тапсырмасын орындайық. Әрқайсысын бірінші жіктеп аламын. 12-ні жіктейік. 2-ке бөлеміз 6, тағы да 2-ке бөлеміз 3 қалады. 3-ке бөлеміз 1 қалады. 18-ді жіктейтін болсақ, 2-ке бөлеміз 9, 9-ды 3-ке бөлеміз 3, 3-ді 3-ке бөлеміз 1 қалады. Келесі 24-ті жіктеймін. 2-ке бөлемін 12, 2-ке бөлеміз 6, тағы 2-ке бөлеміз 3, 3-ді 3-ке бөлеміз 1 қалады. Енді ең кіші ортақ еселігі мен ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. Ең кіші ортақ еселігін табатын болсақ, бізде қандай көбейткіштердің түрлері бар? Соны жазамын. Бізде 2 бар және 3 бар. Енді дәрежелерін қойын. Бізде 2, яғни 24-тің ішінде көп, 3 рет бар. Онда 2-нің 3 дәрежесі. Және де 3 бізде 18-дің ішінде көп, 2 рет, 3-тің 2 дәрежесі. Осылардың көбейтіндісін аламыз енді. 2-нің 3 дәрежесі 8, 3-тің 2 дәрежесі 9. 8-ге 9-ды өтеміз, 72. Сонда бұл жерде бізде 12 және 18, 24 сандарының ең кіші ортақ еселігі 72. Енді ең үлкен ортақ бөлгішін табайық. Үшеуіне де ортақ болатын көбейткіштерді жазып шығамыз. Үшеуіне де бізде 2 бар. Бір рет 2-ні жазамын. Екінші рет 2-ні дөңгелектей алмаймыз, өйткені 18-де 2 қалған жоқ. Енді 3-ті дөңгелектесек болады. Сонда бізде осы сандардың көбейтіндісі 6-ны береді. Бұл жерде 12, 18 және 24 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші 6 екен. Келесі 4-ші есеп. Бізде Камила мұз айдынына 2 күн сайын, Карина 3 күн сайын және Амина 4 күн сайын барады.
Олар жексенбі күні кездескен болса, неше күннен кейін құрбылар мұз айдынында кездеседі. Енді қараңыздар, бізде Камила, яғни екінші күні, одан кейін төртінші күні, одан кейін алтыншы, одан кейін сегізінші, яғни бізде екіге бөлінетін күндері барады. Тура сол сияқты Карина бізде үшке бөлінетін күндері, ал Амина төртке бөлінетін күндер сайын барады. Сонда бізде үшеуінің де баратын күн табу үшін екіге де, үшке де, төртке де бөлінетін сан табуымыз керек. Бұл жерде бізде 2, 3 және 4 сандары өзара жай сан емес, өйткені 4 бізде екіге бөлінеді. Ондай болса, жіктеп алайын. 2 бізде жай сан 2-ке бөлеміз 1, 3 бізде жай сан 3-ке бөлеміз 1, ал 4 бізде 2-ке бөлсек болады, 2 қалады, және 2-ні тағы да 2-ке бөлеміз 1 қалады. Енді 2 өсін табатын болсақ, бұл жерде көштердің түрлерін жазамыз. 2 бар және 3 бар. Енді дәрежелерін қойын. Бізде 2 4-те көп 2 рет, 2-ның 2 дәрежесі, және 3 бізде 3-те ғана бар 1 рет. Енді көбейтінін есептейтін болсақ, 12 шығады. Бізде құрбылар 12 күннен кейін кездеседі. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үй жұмысын жасауды ұмытпаңыздар. Бәріңізге сәттілік, сау болыңыздар.